Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін үй жағдайында осындай өте дәмді, жұмсақ болып шығатын күлше нандарды жасаймыз. Видео ұнап жатса қыздар сақтап алып, рецептке лайк басуды ұмытпаймыз. Алдымен табамызға жылы сүтті, суымызды қосып, одан кейін бір ас қасық аштығымызды қосатын боламыз. Барлық ингредиенттері описание бөлімінде жазулы тұр. Одан кейін 2 ас қасық қантымызды, 1 шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырып көтерілуге алып қоямыз. Мінекей біздің аштығымыз өте әдемі, биік болып көтерілді. Енді оған ерітілген сары майымызды қосамыз. Кез келген пайыздағы сары майды қосуға болады. Одан кейін қолмен жақсылап осылай араластыра отырып, ұнымызды қосатын боламыз. Ұнның барлығын қыздар бірден сал жібермейміз, асықпай жаймендеп саламыз. Сол кезде біздің қамырымыз үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Енді қолымызбен жақсылатып, қанғанша қамырымызды илейтін боламыз. Қамырымыз қолға жабысып бастағаннан кейін сәл ғана сұйық майды қолымызға жағып, тағы да бір 3-4 минуттай илейміз. Дайын болған енді қамырдың бетін жауып, көтерілуге 1-1,5 сағатқа жылы жерге алып қоямыз. Мінекей 1 сағаттан кейін біздің қамырымыз осындай үлпілдек болып көтеріледі. Енді тағы да жақсылап бір илеп жібереміз. Одан кейін қамырымызды дөңгелекті бөлшектерге бөлеміз. Дайын болған күлше нанның енді бетін жауып 15 минутқа көтерілуге алып қоямыз. Мінекей күлше нандарым жақсылап көтерілді. Енді қолымызбен осындай формаларды жасаймыз. Менде қыздар ірілеу, үлкендеу болып шықты күлше нандарым. Егер де сіздер шағындау болғанын қаласаңыз, онда дөңгелек формаларды жаңа кішкентай қылып жасасаңыздар болады. Осы кезден бастап пешімізді 180 градуста қыздырып бастаймыз. Күлше нандарымыздың беті сап-сары, қып-қызыл болып пісу үшін жұмыртқаның сарысына сәл ғана сүтті қосып араластырып аламыз. Одан кейін осылай барлық күлше нандардың беттеріне жағып шығатын боламыз. Жұмыртқаның сарысын барлық күлше нандардың бетіне жағып болғаннан кейін әдемілік үшін үстіне күнжіт дәнін немесе макты сепсеңіздер болады. Менде үйде күнжіт дәні болмады. Сол себепті тек қана мен макты септім. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Күнделікті дастарханға жасасаңыздар да болады. Жасалу жолы оп-оңай, жұмыртқаны да қажет етпейді, бірақ та осындай жұмсақ болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.